Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай таймерді презентацияның үстіне қалай қоюға болатынын үйренетін боламыз. Өте жеңіл жасалады, ешқандай видеоны қоюдың қажеті жоқ. Анимация арқылы жасайтын боламыз. Ол үшін вставкаға кіреміз, фигурды басамыз және өзімізге қажетті фигураны қойып аламыз. Мен тіктөртбұрышты қойдым. Бұл тіктөртбұрыштың ішін, яғни заливкасын қызылмен және контурын қызылмен бояп алдым. Дәл осындай фигураның екіншісін копировать ставить ету арқылы қойып, бірінің үстіне бірін қойдым да, заливкасы мен контурын ақ түске боядым. Және осы ақ фигураның үстіне анимация қоямыз. Другие эффекты выхода вылет за край листа дейміз де, параметры эффектіға кіріп, вправо дегенді басамыз. Және длительность деген жерге 1 минут қоюға болады. Яғни өзіңізге қажетті таймерді қоясыз. 30 секунд, 40 секунд немесе 1 минут етіп қойсаңыз болады. Және осыны қазір қосып қараймыз. Дәл мен алғашқы көрсеткен видеодағыдай жасайтын болады. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды және каналға тіркелуді ұмытпаймыз.